Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Аружанмен осындай керемет сникерс пирогын бірге дайындайық. Толық рецепті видеоның астында жазылған. Қамырына керекті заттардың барлығын аламыз. Un, какао, разрыхитель, сары май, жұмыртқа, шекер барлығын алып, қазір қамырын жасайтын боламыз. Ұнға какаоны салып, соңынан разрыхительді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Шекерімізді қосамыз, бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, біркелкі араластырып аламыз. Соңынан бір жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Басында қамыр бір-біріне жабыспауы мүмкін, бірақ бір-біріне осы илеген кезде жабысатын болады. Артық ұн қосып жібермеңіздер. Осы жақсылап илеп, қамыр қолға жабысады. Салафанға салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қойдым. Осындай форманы алып, тегістеп, біркелкі етіп қамырды салатын боламыз. Вилканың көмегімен қамырды тегістейміз. Шеттерінде осылай тегістеп шықтым. Неге осындай біркелкі әдемі қамырымыз дайын болды. Енді салмасын саламыз. Вареная сгущенкаға арахисті салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Бұл уақытта пешімізді қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Осылай салмасын салып, 200 градуста 30-35 минут пісіріп аласыздар. Жақсылап жайып шығамыз осылай салмасын. Сонымен пешке саламыз. Бұл уақытта водяной баняда глазурын дайындаймыз. Сары май, шоколад, арахисті қосып, жақсылап араластырып аламыз. Пирогымыз осылай пісіп шығады. Жарты сағаттай пирогты суытып алдым. Үстіне глазурын осылай құйып, холодильникке 2 сағатқа қойып қойдым. Өте ерекше, дәмді осындай пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Мінеки осындай ортасы әдемі күшті болып шықты. Ас болсын.